Ош Фут Лига. Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштурулуучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, 1-чи чыныгы резиденция. Kızım, dar bir yola. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму, сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги. Билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Кутманге жардактуу спорт сүйүүчүлөрү, Ош футзал лигасынын жарым финал оюндарында сиздер менен жолугуп отурабыз. Жооп Беттеш, Аква жана Шавкат командалары ортосунда болуп өтүүчү беттеш. Эң бир кызуу жайына да келип өткөнбүз. Ош шаарынын жана Ош облусунун 15-чи ачык чемпионатынын 1-чи беттеште аялгана чоң интрига сакталып, бирок эсептен Шавкат командасынын ооматы келишип жеңишке жеткен болчу. Бирок бүгүнкү оюн, бүгүнкү тирешүү алла канча башка таризде жүрүшү күтүлөт. Анткени мурдагы оюнда кээ бир оюнчулардын курамда жоктугу Аква командасына кыйынчылык туудурган болчу. Калсын ышкырыгы жаңарды жана топ оюнга кошулду. Топту оюн таласына кошоор замат Шавкат командасы сый урматында топду атаандашына өткөрүп берген.
Абдрасулулу артқы бөліктен. Салимбаев. Батыров. Абдрасулулу. Салимбаев. Чынында ардақты көрушілер, Ош футзал лигасының деңгейі жылдан жылға өсіп келуді. Өлкөнің республиканың ұлттық құрамасындағы ойыншылардың ойнауына беріле ал емес. Өзбекстан мемлекетінде ойыншылар да ошол лигада ойын көрсөтүп жатканы Ош лигасынан аяғандай жогорку деңгээлге чыгып бара жаткандыгын далилдейт. Аква жана Шавкат командалары жооп оюндарында кайрадан беттешет. Батыров командалар құрамын таныштырууна Аква командасынан баштасам. Шавкат командасы алгачкы чабуулунан соң бирок топту сактап калган эмес болчу. Сол канаттан, оң канаттан Аскарбеков. Аскарбекка киргизип берүү. Кайтаруу Дадажановтан. Аква командасының құрамы биринчи номерда Алойдин Дадажанов, 14-чү Батыров, 13-чү Абдрасулулу, 10-чү Салимбаев, 3-чү Илязов, 8-чү Мирзаев, 11-чү Тажибаев, 7-чү Иманбердиев, 2-чү номерда Махмадаминов, 6-чү Атамурзаев, 4-чү Аскаров, 26-чү Мансур Ходжаев жана 12-чү Закиров. Дал ушундай көп мыкты ойынчылар менен куралган Аква командасынын курамы да ушундай болду. Ал эми Шавкат командасынын курамы анчейин деле ойынчылар көп эмес. Жавакир Досматов, 1-чи номерда дарбазачы, 21-чи Данияр уулу, 17-чи Тухтахонов, 11-чи Атамурзаев, 27-чи Малаев, 5-чи Абдуразаков, 45-чи Рахманбердиев жана 23-чи Аскарбеков. Рахманбердиевке карата оюн жүйөсү бузулган. Илязов тарабынан каптал калысы Ишанбай Касымов. Oyuncuları da eskertip Tosmo'nu öz жайына коет. Андан соң айыптоо Шавкат командасынан тебилмекчи. Топ алдында Мухаммед Аскарбеков дарбазага сокку жолдойт. Тосмого тийип кайткан. Ильяз Малаевдин кайрадан киргизип берип алган аракети ийгиликсиз. Юлдашбай Салимбаев чалга чыгып барат. Жана оң бут менен болсо да дарбазага жолдонгон сокку тилге каршы дарбазага тамай эмес. Алдыңғы бөлікке ұзат берүү Аскарбековқа. Дарбазашының үстінен өткөрө коюу. Ийгиликсиз Абдрасулулу экинчи кабат менен өнөктөшү. Мындай паскелерин бүткөн эмес. Жавахир Досматов экинчи кабаттан узатат. Дадажанов атандаш кесиптеши деп да айтып кетти го. Дадажановду Абдрасулулу канатка. Батыров Салимбаевка. Салимбаевдин киргизип берүүсү коргоочуларга тийип кайткан. Юлдашбай Салимбаевден дарбазага сокку. Жөн гана акырын гана алыскы бурушту мээлеп тебилген сокку. Дарбазага тамай барган жок. Коргоочуларга тийип топ багытын өзгөрткөн. Болбосо Юлдашбай Салимбаевдин бул жолку соккусу да дарбазага тамай бармак. Жавахир Досматов Данияр уулуна Аскарбеков экинчи кабат менен алдыңкы бөлүккө узатат. Батыров топ менен экинчи кабаттан мыкты өткөрүп берүү. Абдрасулулу дарбазачы менен чыгат. Салимбаевка калтырылган топ жана Юлдашбай Салимбаевден дагы бир рет сокку. Бул жолкусу чындыгында алыс кетти дарбазадан бир топ эле. Данияр уулу Аскарбековка. Мухаммед Аскарбеков
жазғырып алу әрекеттері. Даниярұлы, Ильяз Малаевқа. Малаев Даниярұлына. Екінші қатымен алдыңғы бөлікке ұзат беру. Көшіне тамай жеткен жоқ. Елдашбай Салимбаев арттан. Барбардық бөлкі. Батыровқа. Ильязов. Дарбызаға соққы жолдой. Даниярұлынан мықты баттап. Рахманбердиев жауылға шығып барады. Мұхаммед Рахманбердиев дарбызаға соққы. Ал ойдың Дадажановтан. Топты тосу олған әрекеттер. Бірақ бұл жол қотайылған соққы. Дарбызаға тамай Барбаевқа. Асқанбековтан қуатты соққы жолдына. Талысқы аралықтан. Анық емес. Абдрасулы. Екінші қатымен ұзат беру. Елдашбай Салимбаевқа. Салимбаев. Асқарбеков дарбазашымен бірге бер. Ал ойдың Дадажанов. Дарбазасынан алдыңғы бөлігі қорғаушыларға жардам беруге жүкқан болчу. Топ жоғалту анықтан Шахтар командасы топты қаптасыздан ойынға қошып жауылға шығып көреді. Қанатқа кіргіз беру Асқарбековқа. Біраз ыңғайсыз пас. Басқы бұрышқа пас, Батыров Салимбаевқа да бір рет. Дарбызаға соққы жолданат, бұрыштан шығарып беру дағы бір рет. Аква командасында Мансур Ходжаев, Елдашбай Салимбаевтан қайрадан соққы. Мансур Ходжаев қаптасынан қош береді еме олса. Салимбаев Абдрасулұлына. Тоғышын күреш. Елдашбай Салимбаев. Мансур Ходжаевқа. Мансур Ходжаев артты бөлігі. Батыров оң қанат менен. Мүткі соққы жана Жаванкир Досматовтан. Қардан мұқты сейв. Елдашбай Салимбаевтан пас. Көшіне жеткен жоқ. Қаршы чауыл әрекеттері Шахтар командасында бирок егіліксіз. Мұхаммед Асқарбеков қаптасынан топты ойынға қошат. Рахманбердиев жоңған артыққа ойнағының тура чечем. Ильяз Малаев екінші қатменен. Мұқты комбинацияның жардамыне жауылды Аква командасы тілеге қаршы Бахрамжан Мансур Ходжаев топты ойын сақтап қалалдаған болчу. Даниярұлы сол қанатқа Мұхаммед Рахманбердиев. Даниярұлы менен Асқарбеков. Атандашы келгічен топты өзінен алыстату мақсатында топты алдық көріп өтеп жүрген. Әрдан чауылда Шахтар командасы. Топ ойын таласына сыртқа шыққан болчу. Елдашбай Салимбаев мұқты. Атандаштың екі бүтін арасынан топтымнан төт көріп жауға шығып баратқан. Бирок Даниярұлы мұндай әрекетке чыдабай ойын ресін бұзуыны тура көрген. Айыпты о, Аква командасының пайдасында. Елдашбай Салимбаев дарбызаға соққы жолдауы жоқ. Артқы бөлікке қалтырған. Ильязов. Абдрасулұлы. Оңғанаттан чалға шығып барады. Минут көшкі ұзатты. Мансур Ходжаев. Дарбызаға тепілген соққы. Жөйін төшіне ұзатты. Айтор, бұл ұшырда да Аква командасының пайдасына гол жаралған жоқ. Ильязов жалға шығады. Дағы бір соққы. Шафкат командасы жарым финалдың бірінші беттесіне салыштырмалы.
Emnegedir Çavulda özlerinin aktifliğini görsete alışpay gelüydü. Rahmanberdiyev top menen. Toptu joğatkan, Abdurasulul arka, Yuldaşbay Salimbayev, Borborduk Bülkö, İlyazov'a. Top jetken жоқ. Tağırağı aşıp ketken. Malayev, Rahmanberdiyevke. Karşı çağılanat. Abdurasululu. Top joğatu. Danyaroğlu top menen. İlyaz Malayev. Askarbekov'tan pas. Игілікті емес, Ілязов. Данияроğlu. Сол қанатқа Мұхаммед Рахманбердиев. Топты тоқтатып қалған емес. Абдрасулұлы. Қорғасын шпырат. Аяғына шейін топқа жетіп барған. Бірақ андан кейінгі пас өткен жоқ. Аптасынан қоршу. Salimbayev. Ortada timeout komandalar. Kaptalsızdan koşu Şokar komandasında игіліксіз Yuldaşbay Salimbayev топтың қайда барағын Левақ еле біліп қойған сияқты. Досмұратов. Асқарбекұлы. Борбордук Бөлкө Асқарбеков қайдан топты өзін алған. Данияроğlu. Асқарбеков топ менен. Малаев агрегис бірі игіліксіз. Атқа командасы топқа елік қылады. Toptu жоғалтпау керек болғаны. Ойнаресі бұзылған жоқ. Қарсы Çavul жаралады. Шавкат командасына жана қуатты соққы. Мұхаммед Рахманбердиевтен алысқы бұрышты көзді өте білген соққы. Тіреге қарсы дарбаза үстіні жанынан бойта өтіп. Шавкат командасының есебі ашылбай тұрған кезі. Мықты кергізбері Yuldaşbay Salimbaевта мүмкіншілік бар. Дарбазашыны құлатқан. Javakir Dosmatov. Javakir Dosmatov'tan mıқты сейв. Şavkat komandasının шындығында ең бір қопты голдан, қопты Çavul'dan сақтап қала алды. Мадаминовтан пас. Емес. Қатасыздың қошу. Yuldaşbay Salimbayev. Kayran Salimbayev, Abdrasululu. İkinci қатмен uzattu. Kayran Dosmatov.
Quvvatli so'qqi, esep soni ochilishi kerak. Yo'q, qo'rquvchilar o'z yurtida qaytarib keta olgan. Akva komandasining o'yinchisi Abdurasulovning qo'lidan teganligi uchun erkin top. Shafqat komandasida Qarnaldagi birga kirgizib berdi. O'yinimiz buzildi. Muhammad Rahmonberdiyev bu uchurda Aloydin Dadajanov bilan qag'ilishib jarohat olib qolgan o'ngini o'yinimiz buzildi deb ta'kidladi. Akva komandasi to'pto'qardan o'yin talasina o'zlari qo'shdi. Akva o'yinchilari to'pni qarab boshdan qo'shdi. Dadajanovning oldin to'g'ri qo'yganmanda kelib yurgan to'g'ri. Chiqatni to'g'ri tushundirish Rahmonberdiyev to'pni o'zining o'ylashtiruv maqsadida qanotga tortgan, biroq qo'rg'uvchilari ketish kelgan bo'lchi. Mahmad Aminov Qorbort Buliko Askarbekov Alsqarovdan so'qqi aniq emas. Ilyasov yana Ilyas Malayev o'rtasida kurash, to'p qapqasidan o'tib ketgan bo'lchi. Abdurasulov to'pini Ilyasov Abdurasulov Salimbayev bu tarafdan qardan pas kutgan Yo'ldosh Salimbayev biroq Alamov taraf al topni qaytarib bergan bo'lchi. Asqarbekovdan da bir so'qqi yo'ldan Talis Qaraliqdan bursdan chiqarib berib bar Shafqat komandasida esep sanidagi bo'lsa ochillik. Agarda birinchi betdagi eseplarga kelsak, Shafqat komandasi 1-0 esebida oldi o'ratadi. Daniyarullo Malayevga algan pas yana Muhammad Asqarbekovdan quvvatli so'qqi Aloydin Dadajanov. Muxtasayevning yordamida o'z darvozasini saqlab qolgan kezi. Ikkinchi qatdan uzatdi Asqarbekov. Ikkinchi qatda o'ratgan to'pni darvozaga yo'ldigan. Lekin qarshi top darvoza ostidan o'tib ketgan edi. Yo'ldosh Salimbayev Batarov to'pni o'zidan olib qochirgan, mana neresi buzildi. Muhammad Rahmonberdiyevga qarata o'yin buzildi. Shafqat komandasi Qardan to'p o'yintasina boshqon. Yo'ldosh Salimbayevdan maqta harakatlarni top saqlab qolingan edi. Salimbayevdan bir aniq emas pas, qarshi javobgar olish kerak. Esmalayev maqta harakatlarini adamlashni butun arasidan o'tkirib namitib Germandardan gol chavasini tatib oltiradi. Qardan Esmalayev Asqarbekov o'tkirib bergan top. Asqarbekov darvozasi qo'shildi. Yo'q, Bahramjon Mansurxo'jayev bu to'pga qarshilik ko'rsatgan. Ikkinchilardan bo'lib Lazmalayev Xonberdiyev Yo'ldosh Salimbayev Yo'ldoshni Mamudovga pas olgan Janat va komandasina alg'achli golni olib kirdi. Jalp esepdan
Шавкат жана Аква командалары менен эсеби теңделди. Эми болсо чыныгы тирешүү, чыныгы финалдык жолдомо үчүн аракеттер башталуу алдында турат. Данияр уулу. Оң канатка узатылган пас. Мухаммед Рахманбердиев топты сактап калган жок. Ильязов. Иллашбай Салимбаев. Абдрасулова. Тобырык бөлкө. Салимбаев. Ильязов. Мыкты аракет. Кардан Иллашбай Салимбаев тарапынан сокку жолдогон. Тайм-аут. Топ ойынталасына қосылған. Игіліксіз чауыл. Мықты Баткаттың жардамында. Ильязов топты өзіне алып, мықты чауыл жаратқан болшы. Бирок анысы қолмен аяқтаған жоқ. Абдрасулұлы оң канатқа тартты. Тарбазаға соққы жолда. Қорғаушылар өзі тос болса да бұл чауылды қайтарып кеткен елі. Үштен шығарып беруі. Точин күреш. Абдрасулы. Тартқы бөлік дарбазашымен ойнауға арғасыз болчу. Оңғанатқа өткөріп беруі. Камераға деген топ. Қаптал сызығынан Мухаммед Аскарбеков топты ойын таласына қошот. Артқы бөлік ойнауған пас. Данияр уулу. Ильяс Малаевқа. Малаев топты жоғатқан. Бахрамжан Мансурходжаев. Абдрасул уулу. Оң канатқа. Ильязовтан күнчілік бар. Тарбазаға соққы. Рахманбердиев чауылға чыгып баратқан және Абдрасулынан да бір рет. Мықты Баткат. Ойынына 40 секундалары Ильяс Малаев. Тарбазаға соққы жолдаған. Бирок астын бірінші бөлік қорғаныштарға жаңарған. Ош Фут Лига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштуруучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн.
бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, биринчи чыныгы резиденция. Kızım, daha bir yola. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму, сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги. Аква жана Шавкат командалары ортосунда болуп жаткан беттештин экинчи бөлүгү. Эсептен Аква командасы бир эсеп айырмачылыгы менен алдыда. Бирок биринчи жарым финал оюндарын эске алганда командалар азырынча тең. Андыктан ким бүгүнкү оюнда көбүрөөк гол жаратса финалга жолдомо алат. Жана мыкты чабуул Шавкат командасында Ильяс Малаев. Шавкат командасынын эсебине мамытып гол алып келип эсепти теңдеп, жалпы эсептен Шавкат командасын алдыга суруп чыгып кете алды. Ильяс Малаев дагы ушул баш менен дарбылга сокку жолдоо учурунда Алойдин Дадажанов менен кагылышып жараат алган көрүнөт. Малаев доктордун жардамына муктаж. Шавкат командасынын пайдасына кирген голдон кийин кайрадан топту Аква командасы борбордук бөлүктөн оюнга кошуп шалга чыгып көрөт. Буштан чыгарып берүү. Игиликсиз Мансур Ходжаев топту туура эмес тепкен. Анык эмес тепкен тагыраагы. Катталдан кошуу Данияр уулу Атамырзаев, сол канатка Мухаммед Аскарбеков. Топ атамдаштыкына тийип келатканын байкаган соң жөн гана капталсызман өзү топту кошууну туура көргөн. Мухаммед Аскарбековдон дарбызага сокку жолдонгон. Ал оюнда Дажановдон мыкты кайрадан сейф. Буштан чыгарып берүү. Аскарбековдон узатуу. Атамырзаевдон мүмкүнчүлүк бар. Оң канат. Аскарбековдон дагы бир ирет сокку. Юлдашбай Салимбаевга тийип топ оюн талаасынан сыртында. Данияр уулу артка калтырат. Атамырзаев көчүнө жана Мухаммед Рахманбердиевден мүмкүнчүлүк бар. Данияр уулу эң бир сонун ыңгайлуу кылып калтырып берген. Бирок аны Рахманбердиев түз соккусун дарбызага жолдой алган жок. Юлдашбай Салимбаев. Ильязов. Абдрасулов чабат менен Салимбаевга топту сактап калуу аракеттери. Әрекеттер ишке ашкан. Капталдан кошуу Аква командасында Абдрасул уулу атындашын жазгырып алуу жана чабууга кирип барат. Дарбазага сокку. Рахманбердиев эки чабат менен Ильязов. Атамырзаевдон жакшы сокку болгон. Ильязов мыкты өткөрүп берүү.
Akram Mansurxo'jayev. Mansurxo'jayevga pas, biroq arti bilan yugurib baratgan Chaynan to'pni chalg'a chiqarib ketdi. Mansurxo'jayevga qiyinga turdi. Abdurasulov. Atamirzayev. Ikkinchi vaqt bilan Yoshboy Salimbayev. Batarov. Abdurasulov. Atrofni o'zini oltirgan, biroq Dosmuratov darvozadan surilib chiqadi. Mana to'pni o'yin talasidan sirtqarga tepib jurgan edi. Lazim. İkinci vaqtni uzatdi. Yo'ldoshboy Salimbayevga. Abdurasulov. Batarov bilan o'ynagan. Ilyazov. Salimbayev. To'g'ri kurash Abdurasulovdan mixti urgani. Abdurasulov, Batarov, Devizination. To'pga tegishgan emas aniqdan. Hech kimga teggan to'p o'yin talasidan sirtqaraga o'zida chiqib ketgan edi. Yo'ldoshboy Salimbayev to'pni orqa bo'lakdan o'zini olib chalg'a chiqib boradi. Abdurasulov orqa, Ilyazov. Abdurasulовna pas o'tgan. Salimbayevga bag'atlangan pas. Rahmonberdiyev chalg'a chiqadi, darvozaga so'qdi. Alizqa burishqa Tiliga qarshi gol jaralgan jo'q. Rahmonberdiyev Shafqat komandasindagi bir yo'li oldiga surib ketdi. Mumkinchiligini yo'qqa chiqargan. Abdurasulovning pasi Batarovga jetdi, biroq tegani. Batarov to'pni Aqlo komandasining mumkinchilik, Yo'ldoshboy Salimbayevga uzatilgan pas. Tiliga qarshi Shasha ketdi ko'rinadi. Aqlo komandasidan qardan chavol. Qanotdan Yo'ldoshboy Salimbayev. Chalg'a kirib borib harakatlari, orqa bo'lib o'ynalgan pas Abdurasulov. Ilyazov Abdurasulovna. Taqvonov. Bu chalg'a qaytargan. Yo'ldoshboy Salimbayev. Toshni o'tkirib berdi Ilyazovga. Aqlo komandasi to'pni qattaldan qo'shadi. Abdurasulov chalg'ida Rahmonberdiyevdan yaxshi qo'rg'oni, chalg'a chiqib boradi Muhammad Rahmonberdiyevdan. Darvozaga so'qqi yo'ldan qo'sha oldi. Ilyazov o'yin rejasini buzgan. Aypayantni chaqirmoqdan chama boshqa qog'oz Muxtor Qo'shoqovdan sarg'ayib qog'ozi Ilyazovga yig'arildi. Rahmonberdiyevdan so'qqi tosmoq etib quvvatini yo'qotgan Aloydin Dadajonov olib to'pni Engile birinchi olib o'zini qarmagan. Abdurasulov. To'g'ri kurash. O'yinga chiqdi. Yo'ldoshboy Salimbayevga qarata o'yinga o'tkazildi.
Айыптауы Юлдашбай Салимбаевтың атқарусында дарбыза үстінен өйді кеткен. Демек Шавкат командасы топты. Шуат Рахманбердиевте да бір рет мүмкіншілік. Тілеге қаршы ал мүмкіншілігі да жоқ қошықты. Жавахир Досматов. Екінші қауатмен ұзатты. Ол ойында Дажановтың тамай қолына ұрғытып бер алған. Мансұр Ходжаевтан дағы бір қолыпты ойын қорғаны бөлігінде. Юлдашбай Салимбаев, Мансұр Ходжаевқа пас. Мансұр Ходжаевтың сол қанатқа ұзатып берісі. Ол бөлікте нүктештері жоқ. Апталдан қошу. Асқарбековтың алдыңғы бөлікке ұзатып берісі. Тухтахонов. Салимбаев. Қардан мұқты чалға чөп барад. Атандаштар тарапынан жасалған паткат, бірақ Шавкат командасының қарсы чалуына жардам берген Данияр ұлы. Қанатқа Жазғыралы, Тухтахонов команда капитаны дарбызаға соққы жолды. Күрті өлі тамай емес. Талдан қошу Мансұр Ходжаевта. Тағыраға Аква командасында. Ардақты көрушілер ұшылдан пайдаланып Ош футзал лигасының демеушілеріне разышылық білдіре кетсек. Бізден башқылы демеуші Аманат Сити құрылыш компаниясы. Ошондайлы көрсөтінің демеушісі Ош мемлекеттік университеті жана ТМЖ телеканалы. Шарулобак жана Wow Effects агентстволары да біздің өнөктөштөрүбүз. Мансур Ходжаевтың киргизип берүүсү. Юлдашбай Салимбаевтан мүмкүнчүлүк бар. Жок, коргоочулар өз учурунда жетишип келишкен эле. Юлдашбай Салимбаевтың мындай аракеттерине bir чети чындыгында коргоочулар алдарса да, бирок аягына чейин күрөшүп олтуруп бул топтун дарбызага кирбесин толук камсыз кыла алышкан. Мансур Ходжаев, Абдрасуловна, Юлдашбай Салимбаев. Абдрасулов сол канатта, Мансур Ходжаев дарбызага соққы жолдойт. Коргоочуларга тип кайрадан топ кайткан болчу. Абдрасулов, Юлдашбай Салимбаевга. Салимбаев дарбызага соққы. Мансур Ходжаевга пас болгон жок, бирок деген менен алыскы бурушта эгерде Мансур Ходжаев болгондо мыкты чабуул жана Мухаммад Рахманбердиев жакынкы бурушта мынтип дарбызага соққы жолдогон. Ошону менен Шавкат командасы бүгүнкү оюнда да эсептен алдыга чыгарып кете алды. Ең бір son беттеш командалар ортада тайм-аут алат. Аква командасы ойын тактикасын өзгөртүп чыгуусу талап кылынат. Эгерде бүгүнкү оюнда жеңишке жеткилери келсе.
Тайм-ауттан соң командалар қаржат ойын таласында. Юлашбай Салимбаев Аква командасының жардамына 5-ші ойыншы қосылған. Мавлян Батыров. Демек 5-ші ойыншының міндетін атқарады. Абдрасулұлы. Юлашбай Салимбаев Батыровқа. Абдрасулұлы. Юлашбай Салимбаев. Абдрасулұлы. Илязов. Салимбаев қардан чабылды. Асқарбеков. Қорғануда мықты ойын көрсетіп топты алысырақ, айтатын алысыраққа шығарып деп алған. Қардан чабылды. Қапталдан қошу Аква командасында Абдрасулұлы. Артқы бөлікі Салимбаев. Батыров Абдрасулұлына. Илязов. Салимбаев. Батыров. Ходжаевқа. Батыров. Топты жоғатқан Асқарбеков бош қалған дарбызаға соққы жолдайды. Бірақ Юлашбай Салимбаев өз ұшырымда дарбызаны жабу үшін жетішіп келген елі. Қапталдан қошу. Тоғычын күреш. Сол қанаттан. Сол қапталдан. Аква командасының ойыншылары топ қойынға қошуат. Юлашбай Салимбаев топ менен. Жазыралып. Мавлян Батыров. Абдрасулұлына. Артқы бөлік. Шафкат командасы мықты қорған алуда азырынша. Илязов. Абдрасулұлына дарбызаға соққы. Асқарбеков өзіне денесін тосып топты ойын таласына сыртқарға шығып кетусіне салымын қошқан. Апталдан қошудағы досы Аква командасының ойыншыларында. Қанат менен Мавлян Батыров. Юлашбай Салимбаев. Салимбаев. Абдрасулұлына. Құрбордық бөлік Илязов. Артқы ойнайды. Батыров. Салимбаевқа. Мүмкіншілік жаңа Батыров. Аква командасының пайдасынан намытып гол алып келіп, есеп санын теңдей алды. Бірақ жалпы есептен дағы да болса Шафкат командасы алдыда баратқан кезі. Даниярұлы. Асқарбеков. Бердиевте мүмкіншілік бар. Ойын ресі бұзылды. Ойын ресі бұзылды. Манас Абдрасулұлы. Мұхаммад Рахман Бердиевке қарата. Қопты ойнап намтып. Ойын ресін бұзған. Жаңа Сараев қағасына тату олтырады. Айыптауы бар. Шафкат командасында тағы бір рет есеп айырмашылығын өзгертіп қою бар. Мұхаммад Асқарбеков дарбызаға соққы, тосмадан өткен жоқ. Ясмалаев қуатты соққы. Атандашының ғылосын алып келді. Даниярұлы. Асқарбековқа. Асқарбековтың екінші қақне ұзатысы. Башынан ойналған ойын. Илязов. Абдрасулұлы. Артқы бөлік. Юлашбай Салимбаев. Абдрасулұлы. Салимбаев. Абдрасулұлы. Пас өткен жоқ. Шафкат командасының ойыншылары өзара топталашып неге қаршы. Мықты бір мүмкіншілікті жоққа шығарышқан болчу. Юлашбай Салимбаев топты ойын таласында сақтап қойған жоқ. Қапталдан қошу. Даниярұлы.
Экинчи кабат менен коптуу сокку Аскарбековдон бош калган дарбазага кирип кетүүсү толук ыктымал болчу. Эсептен бирок дагы да болсо Шавкат командасы алдыда. Юлдашбай Салимбаев топ менен Абдрасул уулуна. Батыров. Абдрасул менен Юлдашбай Салимбаев. Батыровка. Абдрасул уулу. Салимбаев. Батыровда мүмкүнчүлүк бар. Арткы бөлөк. Абдрасул уулу. Ильязов. Алыскы бурчка киргизип берүү. Ильязовдон. Коргоочулар топту оюндаласынан сыркыра тээп жиберүүгө жетишкен. Курсан чыгарып берүү. Абдрасул уулу арттан. Салимбаев. Сокку жолдоо жок. Шавкат командасы чабуулга чыкса болот. Экинчи кабат менен Данияр уулу мына мынтип бош калган дарбазага мыкты голду көрөтүп Шавкат командасынын пайдасына да бир голду алып келип коюлган. Жалпы эсеп айырмачылыгы 2 гол. Шавкат командасы лидерликти сактап калууда. Рахманбердиев дарбазага дагы бир сокку жолдойт. Бул учурда да гол жаралган. Шавкат командасынын пайдасына 4-чү гол. Рахманбердиевке карата ойын эрежеси бузулду. Манас Абдрасул уулу кызыл айып кагазын алып ойын таласын менен кош айтышты. Акыркы секундалар Аква командасы тилеге каршы беттешти, атаандашына жеңишти. Жөн эле ыйгарып коюуну туура көргөндөй. Ооба. Бул да болсо жеңилүүнү моюнга алуу, чыныгы профессионалдуулук менен байланыштырса болот. Анткени оюнда спортто жеңүүчү бар, жеңилүү бар. Акыркы секундалар. Мына ушинтип жарым финал оюндары соңуна келип жетти. Шавкат командасы эсептен жеңишке жетишип, финалга болгон жолдомону атаандашынан илип кетти. Финал оюндарында жолукканча сак саламатта туруңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Улукбек Салиулу жана кесиптешим Айкөл Олжобаева болдук. Финал оюндарынан жолукканча. Ош Фут Лига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштуруучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, 1-чи чыныгы резиденция.
Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги.